Сәлем достар, бүгін математикадан мінекей 68-69 беттегі өзіңді тексерде берілген есептерді шығарамыз. Енді бірінші 92 сантиметрді біз айналдыруымыз керек. 92 сантиметрде неше дециметр, неше сантиметр бар, соны көрсетеміз. Мінекей 92 сантиметрде 9 дециметр, 2 сантиметр бар. Одан кейін 100 сантиметр, 100 сантиметрде метрге, содан кейін дециметрге айналдырамыз. 100 сантиметрде 1 метр, 10 дециметр бар. Мінекей көріп тұрсыздар ғой, мінекей астына ручкамен жазып қойдым. Одан кейін, мына жерде 4 дециметр, 6 сантиметрді біз сантиметрге айналдыруымыз керек. Мен яқта байқамай бір деп жазып қойыппын. 4 дециметр 6 сантиметр дегеніміз уже 46 сантиметр. Одан кейін 1 метрді айналдырамыз. 1 метрде 10 дециметр 100 сантиметр бар. Содан кейін 100 килограммда 1 центнер бар. Осы жер міне. Ал 1 центнерде керісінше 100 килограмм. 50 сантиметрде 5 дециметр бар. Өйткені 10 сантиметріміз 1 дециметрге тең. Сол сияқты 8 дециметрде 80 сантиметр бар. Мінекей бірінші есеп жауабы осындай. Әрі қарай бізде екінші тапсырма ол салыстыр дейді. Мінекей қараңыздар. Біріншісі 42 сантиметр, алу 9 сантиметр. Екіншісі 43 сантиметр, алу 8 сантиметр. Осының қайсысы үлкен? 42-ден 9-ды алсақ, 33 қалады. 43-ден 8-ді алсақ, 35 қалады. Қайсы үлкен? Әрине, біріншісі үлкен. Осы үлкен болады. Одан кейін 24 литр, алу 5 литр. 21 литр, алу 4 литр. 24-ден 5-ді алсақ 19 литр. 21-ден 4-ді алсақ 17. Сонда қайсы үлкен болады? Үлкені 19 литр. Енді қараңыздар. Үшіншісі 67 килограмм және 1 центнер. Енді 1 центнерде қанша килограмм бар? 1 центнерде 100 килограмм бар. 100 килограмм бар. Сонда қайсы үлкен болады? Әрине 100 килограмм үлкен болады. Және екінші тапсырманың соңғысы 1 центнер азайту 37 килограмм. Және екінші жерде 73 килограмм тұрады. Бұл жерде 73 килограмм үлкен. Себебі 1 центнерде бізде 100 килограмм бар. 100-ден 37-ні алсақ, бізде 63 килограмм қалады. 63 килограмм үлкен бе, әлде 73 килограмм үлкен бе? Әрине 73 килограмм үлкен. Мінекей екінші салыстыр деген тапсырманы орындадық. Үшінші тапсырма бізде амалдарды орында. Бұл жерде де барлығын жаңағыда сантиметр, дециметрге айналдыру. Мінекей жаздық. Мінекей жаздық. 37-ге 63-ті қоссақ, бізде 100 сантиметр. 100 сантиметріміз 10 дециметрге 1 метрге тең. Астында мінекей мына жерде 1 метр азайту 4 дециметр 7 сантиметр. Осыны біз сантиметрге айналдырып алсақ болады. Яғни 1 метр дегеніміз 100 сантиметр, 4 дециметр 7 сантиметріміз 47 сантиметр. 100-ден 47-ні азайтсақ 53 сантиметр. 53 сантиметріміз 5 дециметр 3 сантиметрге тең. Келесі 92 дециметр 2 сантиметр қосу 8 сантиметр. 9 дециметр 2 сантиметріміз біздің 92 сантиметрге тең. 92 сантиметрге 8 сантиметрді қоссақ 100 сантиметр шығады. 100 сантиметріміз біздің 10 дециметрге 1 метрге тең. Одан кейін 99 литр азайту 62 литр. 99-дан 62-ні азайтсақ, 37 литр болады. Келесі 3 центнер азайту, жақшан ішінде 8 центнер, азайту 7 центнер. Жақшан ішін орындап аламыз. 8-ден 7-ні алсақ 1,
3-тен 1-ді алсақ, 2 жауабы 2 центнер болады. Мына жерде 74 килограмм қосу 26 килограмм, ол 100 килограммға тең. 100 килограммымыз біздің 1 центнерге тең. Мына жерде мінеке шығып тұр. Мына жерде бір карандашпен орындаған екен, ол дұрыс емес. Енді келесі 4-ші есеп. 4-ші есеп әпкемде 27 метр таспа бау болды. Оның 19 метрін сіңіліме берді. Әпкемде неше метр таспа бау қалды? Оны табу үшін мінеке 27-ден 19-ды аламыз. Жауабы 8. Сонда әпкесінде 8 метр таспа бау қалды. Осы 4-ші есеп. 5-шісі. Бағбан базарға 20 килограмм құлпынай және 37 килограмм. Мінеке, бұлай жазамыз. Құлпынай 20 килограмм, қарақат 37 килограмм. Барлығы сызықша сұрақ белгісі. Шешуі барлығын табу үшін біз 20 килограммға 37 килограммды қосамыз. Жауабы 57 килограмм. Жауабы 57 килограмм. Осы 5-ші есеп осылай болады. Енді 6-шысы. Шелекте 19 литр, ал шайнекте одан 17 литр кем су бар. Шелекте 19 литр, ал шайнекте одан 17 литр кем су бар. Шайнекте неше литр су бар? Мінеке 6-шы есеп. Шелекте тере 19 литр деп жазамыз. Шайнекте тере сұрақ белгісі. Стрелка қойып қоямыз. 17 литр кем дейміз. Шешуі табу үшін, яғни кем десе, біз онда азайтамыз. 19 литр азайту 17 литр тең 2 литр. Жауабы шайнекте 2 литр су бар. Осылай болады жауабы. Одан кейін 7-ші есеп 6-шы тапсырмадағы есепке кері есеп құрастыр және оны шығар дейді. Кері есеп, яғни шайнекте 2 литр су бар, шелекте одан 17 литр су артық. Яғни артық десе, онда біз қосамыз. Кері есеп шығарды, жаңа 6-шы есепте біз азайтсақ, 7-шісінде қосамыз. Шешуі 2 литр қосу 17 литр тең 19 литр. Жауабы шелекте 19 литр су бар. Одан кейін 8-ші есеп. Қазанда 3 литр, шелекте 7 литр сүт бар. 2 ыдыста барлығы неше литр сүт бар дейді. 8-ші есеп мінекей. Қазанда сызықша 3 литр, шелекте 7 литр. Барлығы сызықша сұрақ белгісін қоямыз. Барлығын табу үшін біз 3 литр мен 7 литрді қосамыз. Тең 10 литр. Жауабы барлығы 10 литр сүт бар. Және 9 теңдеуді шеш дейді. Мінекей, x азайту 27 тең 56. Мінекей, x азайту 27 тең 56. X-ті табу үшін, яғни азайту болып тұрса, бұл жерде қосамыз. 56-ға біз 27-ні қосамыз. Сол кезде бізде 83 шығады. Яғни x тең 83-ке. Екіншісі 35 алу b тең 7. Енді b-ні табу үшін біз 35-тен 7-ні азайтамыз. 35-тен 7-ні алсақ 28. Яғни b біздің 28-ге тең. Үшіншісі 43 қосу y тең 69. Y-ті табу үшін біз 69-дан 43-ті азайтамыз. Y бізде 26-ға тең. Мінеки достар, осы 68-69 беттегі есептерді шығардық. Видеоның соңында тағы да суретке түсіріп қойып қоямын.